Ассалаумағалейкум, назарларыңызда информбюро жаңалықтары. Қайырлы кеш, студияда Мақсат Толықбай және Айда Боранбай. Бүгіннің басты жаңалықтары. Шымкент қаласының әкімі Арман Жетпісбай аяқ асты отставкаға кетті. Кеш оның көлігіне оқ жаудырғандардың көздегені осы болды ма? Өрт сөндірушілерге 30 километр жерге жету үшін 3 күн жүру керек пе? Қызылордада 3 күннің ішінде бүтіндей бір ауылдың көлі көкке ұшты. Шетелдік туристерге Қазақстанның дәретханалары неге жақпай жатыр? Осы және өзгеде жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Шымкенттің бұрынғы әкімі Арман Жетпісбай креслосын босатты. Қаланың бірінші адамы болып Қайрат Молдасейітов келді. Bir қызығы, жаңа әкім жабық есіктің арғы жағында таныстырылды. Қайрат Молдасейітов 2009 жылдан бері Түркістан қаласының әкімі қызметінде болған. Орман шаруашылығының инженері және заңгер мамандықтары бойынша 2 жоғарғы білімі бар. Ал бұрынғы әкім Арман Жетпісбай 2008 жылдан бері осы қызметті атқарған. Әзірге екісі әкімнің басқа қызметке ауыстырылғандығы жөнінде ештеңе айтылған жоқ. Арман Жетпісбай бүгін 41 жасқа толған туған күнін атап өтіп жатыр. Ал қала басшысының қандай себептермен ауысқандығы әзірге белгісіз. Күні кеше ғана түнгі сағат 2 кезінде қаланың дәл ортасында Жетпісбай мырзаның қызметтік көлігіне белгісіз біреулер оқ жаудырды деген ақпарат тараған болатын. Ал ішкі істер департаменті бұл фактіні нақтылап та жоққа шығарып та тұрған жоқ, бірақ ешқандай шағым түспегенін айтады. Ал екісі әкім орнынан кетуіне бұл фактінің қатысы жоқ екенін айтады, тіпті шабуылдың да болмаған жасырып қалды. Мен өз арызыммен, өз еркіммен басқа жұмысқа ауысуыма байланысты қызметінен босатылдым. Енді өздеріңіз білесіздер, 4 жылдан астам осы қызметті атқардым. Жаңа депутаттардың алдында да, ұжымның алдында да өзімнің рахметімді айтып ризашылығымды білдірдім. Жалпы әр адам ары қарай өсу керек, даму керек. Ал демалыс күндері Алматы қаласында үйлену тойын тойлатып жүрген жастардың бірі көлік ішінен аспанға оқ жаудырды. Полицейлер бірден кінәліні қолға түсіріп, оны 10 тәулікке қамауға алды. 17 қымбат көліктен құралған тізбек Әл-Фараби даңғылымен жүріп келе жатып бірнеше қауіпті қозғалыстар жасап, өзге жүргізушілерге жол үстінде қиындықтар туғызды дейді жол полициясының қызметкерлері. Кейін автокөліктердің бірінде отырған 23 жастағы жолаушы тапаншасын шығарып, терезеден аспанға қарай оқ атқан. Абырой болғанда ешкім зардап шекпеді. Айта кету керек, тізбекті бастап келе жатқан Бентлидің мемлекеттік нөмірі болмаса, тағы Rolls-Royce, Volkswagen, Range Rover және Hammer көліктерінің жүргізушілері темір тұлпарды құжатсыз басқарған. Нәтижесінде 5 көлік айыппұл тұрағына жөнелтіліп, ал оқ атқан азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, соңғы кездері осындай той көліктері жол ережесін бұзып, өзге жүргізушілерге кедергі келтіру жиілеп кеткен. Осыған орай полицейлер арнайы рейд ұйымдастыруды қолға алды. Осы Алматы қаланың тұрғындары да, қаланың қонақтары да байқап жүрген шығар. Осы үйлену тойдағы кортеждер өте жиі жол ережесін сақтамай, жол ережесін бұзушылық жасағаны анықталып тұр. Сол себептен 14 сәуірден бастап жұмыс басталды. Содан бері 53 әкімшілік хаттама толтырылды. Ал Қызылорда қаласынан 30 шақырым қашықтағы Талдарал елді мекенінде алапат өрт болды. 3 күнге созылған тілсіз жау 30 қораны жалмаған. Ешқандай техникасы жоқ тұрғындар шелекпен су шашқанымен желді күні жан жағын жайпап жөнелген қызыл жалынға дәрмен бола алмаған. Ал өрт сөндіру қызметі бір емес 3 күннің ішінде де жете алмапты. Бәлкім қолдары тимеген шығар. Айналасы 2 сағаттың ішінде бүтін бір ауылдың қора-қопсығы от қоранғандықтан тұрғындар ес жиып қарманып та үлгеріпті. Жан ұшыраған жұртшылық жапа тармаға үйден шелекпен су тасығанымен өршіген өрт Шіркей арнасына жетті. Салдарынан оннан астам жазғы сарай 20-ға жуық мал жайын құшағында кеткен. Қазір келген шығынмен өрттің шығу себептері анықталуда. Басталды, соған енді жүгіріп барып не істейміз? Пожарный жоқ, істеген жоқ. Қолымызда істеген жоқ, сол малдарды шығарып үлгердік дейсіз. Мынау менің қорам, жаңағы 5 мың бау деп атқан, мен 3,5 мың таза 3,5 мың бау балдарды қыстай орған шөбет қамыз сатымен қамыз тарбап сасақтады. Бәрі кетті ғой. Ал Павлодарда баласын бекет жанындағы сауда үйінде тастап, қашып кеткен көкек-анаға қатысты сот процесі басталды. Естеріңізге сала кетейік, 3 жасар Максимді оның анасы автобекет маңындағы дүкеннің ішіне қалдырып кеткен болатын. Жападан жалғыз тентіреп жүрген сәбиді байқаған дүкен күзетшісі полиция шақыртып, оны тиісті орынға жөнелткен. Сәби алдымен ауруханада жатса, кейін балалар үйіне орналастырылды. 2 апта іздестіру нәтижесінде 23 жастағы көкек ана табылды.
Ол өзінің бұл тірлікке қаржылық қиындыққа душар болғандықтан барғанын айтып ақталады. Ал балалар құқығын қорғау комиссиясы жауапсыз келіншектің әрекетіне сот төреші деп сотқа жүгінді. Бүгін алғашқы сот тыңдалымында істің мән-жайымен танысқан судья келесі отырыста үкім жариялайтынын жеткізді. Сұмдығы сол, шаранасынан айырылудың аз алдында тұрған жасана шырайынан қорқыныштың лебі де көрінбеді. Ал бүгін индустрия және жаңа технологиялар министрі Кәрім Мәсімовке жасаған баяндамасында 2020 жылға қарай Қазақстан, Түркия, Малайзия сияқты туристік елге айналады деп сендіргісі келді. Бірақ оған күле қарағандар да болды. Туризм қауымдастығының төрайымы Рашида Шайкенова алдымен қоғамдық орындарындағы әжетханаларды жөндеп алу керек, халықаралық стандарттарға одан кейін барып сәйкестенерміз деді. Рашида Шайкенованың айтуынша біздегі сервистік қызмет түрлері көңіл көншітпейді, есесіне бағасы 2-3 есе қымбат. Курорттық аймақтарға қатынайтын жолдардың бойында бірде-бір қол жуатын жер не әжетхана жоқ. Шетелдік туристерде осыны айтып жиі шағымданатынын айтады. Ал үкімет басшысы демалыс аймақтарға туристерді көбірек тарту үшін жаңа жобаларды іске асырып, Астананы емдік орталыққа айналдыруды тапсырды. Үйлері күрделі жөндеуден өткен Семей тұрғындары ереуілге шықты. Наразылық білдірушілер жергілікті әкімдік өкілдерінің кеңесінен соң аулалары мен шатырларын күрделі жөндеуден өткізуге келісім берген. Алайда құрылысшылардың жұмысы керісінше тұрғындардың жағдайын одан әрі қиындатып жіберген. Төбесі ашылып, жаңбыр судың ортасында қалған азаматтар мердігер компаниядан жұмысты қайта жүргізулерін талап етіп отыр. Здесь все отвисло, прям все на голову стало падать. Вот это все ихная работа. 70-ке жеткен Александра Васильева шатырға еңбектеп жүріп әрең шығады. Кейуана мұнда жаңбырдан қорғану үшін ыдыс-аяқтың түр-түрін жинап қойыпты. Шала жасалған жөндеу үшін енді 7 жылда 300 мың теңге төлеуім керек деп шағымданады жиі. Жаңбыр жауғанда бүкіл бұрыш-бұрышқа кіріп кетті. Мен үйімнің қабырғалары жарылып кетеді екен деп қатты қорықтым. Тіпті теледидарымда су болып қалды. Азаматтардың айтуынша үйді несиеге жөндету мүмкіндігін жіберіп алмауға жергілікті әкімдік өкілдері кеңес берген. Я не знаю, как можно было вообще где найти. Жөнді жұмыс істей алмайтын құрылысшыларды қайдан тапқан, түсінбеймін. Тұрғын үйді тексеру үшін құрылған тәуелсіз комиссия соңғы түйінді сөздерін айтып шешімде шығарған. Жаңа шатыр талаптарға сай келмейді, сондықтан жөндеуге жарамсыз. Бастарына бәле болған істі қайтадан бастау керек. Алайда өскемендіктер бұған да келіспей отыр. ТО «Юатранстрой» фирмасы бізде мердігер болып жұмыс жасаған болатын. Енді бүгінгі күні ол фирманың жұмысы бізде қанағаттандырылмай тұр бізді. Сол себепті біз оларды қазір мәжбүрлейміз. Егер де олар өз жұмыстарын дұрыс атқарудан бас тартатын болса, біз онда соттың шешіміне жүгінетін боламыз. Мұндай жағдайды көрген көрші үйдің тұрғындары күрделі жөндеуге келісім бермейтіндіктерін алдын ала жеткізді. Жұмыла көтерген жүк жеңілдеген жандар өз күштерімен жөндеу жүргізбек. Меруерт Бауыржанқызы, Юлия Сулоева, Кирилл Ефремов, Информбюро, Өскемен. Алматы облысының тұрғындары күтпеген жағдайға тап болды. Азаматтар кәсіпкерлікке қатыстары жоқ болса да, бұл қатарда қайдан жүргендерін түсінбейді. Ашуға бұлыққан тұрғындар бұған тиісті органдарды кінәлайды. Айтуларынша кінәсіз жандардан айыппұл өндіріп алу үшін Талдықорғанның салық департаменті іскер адамдар тізіміне тұрғындарды қасақана кіргізіп қоятын көрінеді. 60 талқымдаған Сәуле Қалықова 10 жылдан бері кәсіпкер әйелдер тізімінде болғанын салық комитетінен келген хабарлама қағазынан біліпті. Сорақы сол ескерту парақшасында талдықорғандық зейнеткерді салық есептерін бұзды деп айыптаған. Ережені ескермеген егде жастағы тұрғын тағы бір ескерту алатын болса, айыппұл төрейтіні де тайға таңба басқандай жазылыпты. Осы жерге келіп тексергенімде бірінші архивқа барып, архивте ешқандай документ өткізілмеген, не заявление жазылмаған, не менің құжаттарым ешқандай өткізілмеген, менің өзімнің қол қойып алған свидетельством да жоқ. Соған қарамай менің осындай ИП ретінде маған жазып отыр. Соның енді ешқандай доказательства жоқ. Өрескел қателікке қарамастан салық департаментіндегілер кешірім сұрауға құлшыныс білдіріп отырған жоқ. Керісінше зейнеткер жеке кәсіпкер ретінде тіркелген дегеннен таңар емес. Ол азаматша есепші және жеке кәсіпкер ретінде тіркелген. Оның барлығы құжатта көрсетілген. Есепші болғандықтан бірнеше құжатқа қол қояды дегендей, өзінің кәсіпкер екенін білмеуі мүмкін емес деп ойлаймыз. Зейнеткердің қорғаушылары жалған кәсіпкер атанған жағдайлар жиі кездеседі дейді. Тіпті бұған ұқсас істер сотта да қаралған. Әдетте сот күмәнді кәсіпкерді бизнесмен бағанасынан тез алатын көрінеді. Алайда Сәуле Қалықованың жағдайы әлде қайда қиынырақ болып шыққан.
у нас рассматривались в экономическом суде. Бұған ұқсас істер экономикалық сотта қаралады, бірақ әдетте сот заңды түрде шешімді тез шығаратын. Жоқ жерден іскер әйелдер қатарына енген Сәуле Қалықова барлық сот инстанцияларынан тауып шағылған. Кәсіпкер ретінде көк тиын табыс көрмеген зейнеткер енді аздаған зейнетақысынан айыппұл төлейтін болады. Лимара Салих, Лидия Ахмедиева, Айдар Хаджимұратов, Қайрат Акымбаев, Информбюро, Алматы облысы. Алда көретіндеріңіз. Қазақстандық дәрігерлер әйелдерді операция арқылы еркекке айналдыра бастады. Операциядан соң олар шаңырақ құра ма? Ақмола облысында маңдайында 7 саны айқын жазылған қасиетті бұзау өсіп келеді. Бізбен бірге болыңыздар. Биылғы көктем қарағандылық саябақшылар үшін қайғыдан басталды. Көпшілігі зейнеткер болып табылатын саяжай тұрғындары қысқы үзілістен кейін жер телімдеріне енді жайғасайын дегенде түсініксіз жағдайға душар болды. Былтырдан аман қалған шағын үйлері гараждарына дейін басқа планеталықтар алып кеткенде ес-түссіз 3 үйлі жоқ болып кетті. Саяжайлық тонау туралы толығырақ келесі бейне материалда. Металлург саяжай бірлестігінің басына жай түскендей көктем шығып күн жылына салысымен саяжайларына ағылған көпшілік сұмдық көріністің куәсі болған. Жер телімдеріндегі темір туалдар із-түссіз жоғалған. Қаншама пеш болды, гараж салмағының өзі 5 тонна темір болған шығар, бәрін остыны тонап кеткен сияқты. Көзіне жас үйірілген зейнеткер Николай Солодар бүтіндей бір баспанасынан айырылыпты. Мен бұған шыдай алмаймын. Үйімді өртеп жіберді. Көбімді алып кетті. Енді не істерімді білмеймін. Қарағанды мен Теміртау қалалар үшін темір ұрлау қалыпты жағдайға айналғалы қашан. Дегенмен биылғы тонаушылықтың көлемі ойға қонымсыз. 12 часов ночи приехал. Бүгін түнгі сағат 12-де 4 КАМАЗ осы маңға келді. Қарауылдар мені шақыртты. Полициямен бірге тексергенде іші бос болып шықты. Ал күтпеген жерден қолайсыз жағдайға тап болған саяжай тұрғындарына маза кеткен. Олар тіпті тонау істеріне бірлестіктің бұрынғы төрайымының қатысы бар болуы мүмкін деген көптік күдіктерін жасырмайды. Получали, у вас охрана была. Почему двор пустой, вообще пустой? А что там должно быть? Будки где? Будки? Будки, да. Ты покажи мне документы, где там будки числятся. Покажи документ. Сколько кессонов выкопал? Сколько? Сколько надо, сколько дач выкопал. разграбил? Людей. Я разграбил? Ты опять говоришь, что не разграбил? Ал бір түнде баспаналар мен гараждардан айырылған тұрғындар ісі бойынша Теміртау қоғамдық тәртіп сақтау органдарының қызметкерлері арнайы топ құрды. Көп ұзамай ұрланған металдың бір бөлігін тәртіп сақшылары темір қабылдайтын жерден тапты. Ал саяжайлықтарға зардап көлемін анықтап, төрайымның атына шағым түсіруге кеңес береді. Дегенмен тәжірибе ұрланған заттардың табылуы өте сирек құбылыс екенін көрсетеді. Лимара Салих, Людмила Бачкина, Қайрат Акымбаев, Информбюро, Қарағанды облысы. Шанхай ынтымақтастық ұйымының аясын кеңейтуге құқықтық базаны дұрыс жасамау кедергі келтіруде. Ұйымның Алматыда өтіп жатқан 7-ші отырысында халықаралық сарапшылар осындай пікір білдірді. Жиынға келген мамандар Шанхай ынтымақтастық ұйымының шешімдері өмірде жүзеге аспай келе жатқаны ашық мойындады. Атап айтқанда төтенше жағдайлардың алдын алу, дағдарысқа қарсы жұмыл әрекет етуді мысалға алуға болады. Ұйым жұмысы дұрыс жолға қойылмағандықтан оған мүше елдер арасында түсініспеушілікте туындай бастаған. Отандық сарапшылар алдағы уақытта өзге халықаралық ұйымдармен арадағы табысты жұмыс жасау жолдарының шешімін табатын жеткізді. Ал ұйымға мүше елдердің қорғаныс министрлері біріккен лаңкеске қарсы оқу жаттығуды 2014 жылы Қытайда өткізу туралы келісімге келді. Министрлердің пікірінше ынтымақтастық ұйым жоғарғы дайындығымен ерекшеленуі тиіс. Жаңа технологияларды пайдалану керек. Көптеген шешімдерді Шанхай ұйымы деңгейінде шешу керек. Көптеген сұрақтарды кейінге қалдырмай, бүгінгі нағызды сұрақтарға тез арада шешім табу керек. Сондықтан біз ойлаймыз, өздеріңіз естіңіздер, Шанхай ұйымының потенциалы өте жоғарғы. Ал Ақмола облысында маңдайында 7 саны бедерленген бұзау туды. Бұрын соңды болмаған оқиға күллі көкшеліктерді таңдай қаққызды. Қазақ халқы үшін 7 қасиетті сан болғандықтан төлдің иелері тосын сыйды жақсылыққа жорып отыр. Бурабай ауданына қарасты Кеңесар ауылында туылған қоңыр бұзаудың маңдайындағы 7 саны бірден көзге түседі. Қабылбаевтар отбасында мұндай жағдай екінші рет қайталанып отыр. Осыдан 5 жыл бұрын осы шаңырақтың қорасында арқасында Алла деген жазу бар қозы туған еді. Енді міне сәуірдің басында бұзаулаған сиырдың төлі шұрт біткенді таңдай қаққызған. Үйдің отанасы Айбат Құдайбергенқызы бұл тосын сый Алланың тартуы дейді. Өйткені осыдан бұрын Алла жазуымен туған қозыдан соң 9 жыл күткен немересі дүниеге келіпті. Балалар үйінен бала асырап алуды ойластырған. Егер бұл істі жуыр арада жүзеге асырсақ, міндетті түрде 7 баланы бауырымызға басамыз деп отыр. Өйткені бұзаудың маңдайындағы 7 саны осыған меңзейтіндей. Ал ерекше бұзауға 70 деп ат қойыпты. Әрбір шаңырақта бола бермейтін жағдай ғой.
Сондықтан да соны өзім солай деп ойлаймын, Алла тағаланың бізге назары ауған ғой деп. Енді орысша айтқанда Аллах выправ деген сияқты. Ал Алматы облысының шаруалары өз жер үлестерін қорғап қалу үшін қолдарына қару алуға да дайын. Өйткені өңірдегі жайылым жерлерге қатысты дау шарықтай түскен. Шыдамдары шегіне жеткен азаматтардың айтуынша, аймақтағы жайылым жерлер жеке меншіктің қолына өтіп кеткен. Кең аумақта өрістің неліктен жетпей жатқанын біз анықтап көрген едік. Серік Кәкімұлы жыл сайын шығынға батамын деп ашуланып отыр. Шаруалар оның жер арқылы малдарын жайлауға айдап өтетіндіктен жер жарамсыз болып қалатын көрінеді. Енді жасыл жайылымсыз қалған қожайын шаруалардан өтемақы өндіріп алмақ. Платите мне за мелкий рогатый скот, то есть за баранов 100 тенге, за крупный рогатый скот и лошадей по 200 тенге. Тогда как раз я продаю свои расходы. После подачи объявления были разные звонки, с угрозами, с матерками и так далее, и так далее. Но частично, процентов 25 людей обратили с пониманием, отнеслись к этому. Бірақ текелінің малшылары жер телімдері жеке меншікке берілгелі, 4 түлігімізді бағатын жеріміз жоқ деп қынжылады. Малсыз қазір біз қалай күн көреміз? Мал ұстайын десең, жаңа жер жоқ. Жолың бойына жібермейді. Ал жергілікті шенділер мал басы өсіп келе жатқандықтан арнайы заңның қажет екенін айтады. Қазірдің өзінде аймақта 5 миллионға жуық қой, сиыр мен жылқы жайылымға шығады. Үкіметте қаралып жатыр. Закон о личном подсобном хозяйстве деген. Сондағы жаңа үйдегі малды реттеу мәселесі. Енді ауылда отырып 200 қой ұстаса әркім, оны қайқа жаяды мысалы ауылында. Бір ары-бері айдайды, мысалға келетін болсақ, протравливание қойдың жететін жері 5 километрден аспайды. Ал ауыл шаруашылық министрлігі 2015 жылға дейін сыртқа 60 мың тонна ет шығаруды жоспарлап отырғандарын жалпақ жұртқа жариялады. Бұл жобаның іске асатынына алдымен шаруалар сенімсіз. Өйткені әлі күнге дейін малға берілетін жеммен жайылатын жер мәселесі түбегейлі шешілмеген. Алия Ахмедиева, Айдар Хажмуратов, Информбюро. Қазақстандық дәрігерлер еркек пен әйелдің жынысын ауыстыруды бастады. Отандық ғалымдар 10-нан астам адамның жынысына ота жасап үлгерген. Мұндай операциялар Алматыдағы Жарбосынов атындағы урология ғылыми зерттеу орталығында жасалады. Бағасы 450 мың теңгеден басталады. Құрылғанына 20 жылдан асқан Жарбосынов атындағы ғылыми зерттеу орталығы осы уақыт аралығында 8 еркекті әйелге, 4 әйелді еркекке айналдырған. Уролог дәрігерлердің айтуынша, адам бойындағы мұндай ауытқушылықтар әйелдің аяғы ауыр кезінде болады екен. Егер әйел адам жүктіліктің 7-14 аптасы аралығында суық тию, тағы басқа ауруға шалдығатын болса, ол баланың миына зақым келтіреді. Салдарынан ауытқушылық пайда болады. Жеңіл түрі болса жарасы жеңіл, ал ядролық түрі болса жынысын ауыстырмай тынбайды екен. Бірақ жынысын ауыстырған кезде аналық, аталық бездермен қатар жатырда алынып тасталады. Сондықтан өмірге ұрпақ әкеле алмайды. Еркек жыныс мүшесін оны қолдан жасаймыз ғой. Сол адамның өзінің терісінен, етінен жасалады. Ол бәр терісін, астындағы ішіндегі еттерін, нервтерін бәрін тігеміз ғой. Сондықтан ол қозғалып, жиналып, кәдімгідей қатаяды. Болмаса протез салынады ішіне. Ал Қарағанды облысының мектеп оқушылары өздерінің көше гимнастикаларын интернетте дүр сілкіндіріп үлгерді. Оқушылардың жаға ұстатарлық трюктері жақында ғана желіге шыққанына қарамастан ең көп көрілген бейнероликтердің қатарында тұр. Жігіттер түкпірдегі ауылда ешқандай бапкердің нұсқауынсыз құрада жаттығады, себебі ауылда спорт мектебі түгілі білім ордасының өзі құлақ алып тұр. Осындай келеңсіздік бойын бұла күшкернеген бір тасты бір тасқа соғатын толағайларда тұсап жатыр. 10-шы сынып оқушыларының жаттығатын жерлері осы. Арнайы жабдықталған зал үйірме атаулының бірде жоқ Жаңарқада. Жастарындардың арманында сол, арнайы секциялар ашылса, көше спорты ауыл жастарының арасында да кеңінен етек алар еді дейді. Бір қызығы, жігіттер көшеде жаттығып жатқан кездерінде бүкіл ауыл жиналып қызығып сырттай қарап тұрады екен. Қажымұқанның інілері мен Балуан Шолақтың бауырлары міне осында. Ақпараттар лек осындай. Алда жарнама және ауа райы мәліметі келесі кездескенше. Аман сау болыңыздар.